Ассалаумалейкум достар, сіздермен досымжан. Бүгін Dream League Soccer 2030 жалғастыратын боламыз. Біз именно испытание июля деп тұрмын. Біз где-то 3 шарымыз ғана бар. Біз 3 рет жаңалық жеңілуімізге болмайды. Егер 8 рет жеңсек 100 теңге, 7 рет жеңсек 100 теңге, ал 5 рет жеңсек 60 теңге алатынбыз. Біз енді бастап отырмыз. Біз ең сайт энтен бізде әлі ешқандай матч жеңген жоқпыз. Бұл біздің бірінші матчымыз. Мен сізге айтқан жоқпын, ең алдымен Dream'ге удалить етіп қайтадан дұрыстап жазып өйткені программалар қателесіп кетті ма, сондай болды. Мен шеңіппейді, біз қайтадан ол сасып жинай алмадым, бірақ та мен өздерім береді, командалар нормально. Бізде және капитанымыз жері Гонзало Игуаин. Şimdi басталды матч. Біз қызылдарымыз басталды. Бірінші бұл қазір біздің команданың бомбардирі. Гризлак, Милконович, Леняхайн, Лежин, қандай еттір өздерінің. Тамаша пас. Оң артқа, қайттан ортаға. Тамаша пасты бұл жерде берді. Милконович. Пас. Стоп. Қателескен жоқ. Қателесті. Жылдам. Бәркелді. Жерді аутқа жеріп біз шыңып ойны 10 минут енді ғана басалды ойын. Тағы кетті. Тағы да қос қалып жері. Жылдам жабылды. Қараңыз ойын қиын дейін деп отыр. Біз опымен әрең отыр. Бәркел тамашаны бірінші бәркел тамаша алды өтті. Финт көрсету керек. Ай, өтемін жерді. Аут қазір. Алғысқа лақтыра алмай екен біздің үшінші нөмірді қалған қорғаушымыз. Игуаин, давай енді. Әмшек, атағаны соққы ден бәрі тақпашы қайтарды. Гонзало, добивание мимат. Бұл жерде Гонзало, Игуаин қателесі отқа жай бар. Мен қойып қойық, мешат етпе үшімізге. Мен қойып қойық. Әмшек. Оңғандыққа, қақпашы. Бір удармен ақ бәрін бірге шыға жерге болатын еді. Игуаин алда алмады әлі. Тамаша пас. Бірінші пас. Ай, болмай қалды жерде. Гризлак өтпеді жерде бәрі. Тамаша алды. Доп бақтан әрмен қарай жетпей отқан жайы бар. Жылдам. Гонзало Игуаин бәрі келді. Игуаин өте оңай доп тарталды. Бірінші тамаша пас. Енді жерде бірге қашып кетті енді. Соққы. Гол бәрі келесі 1-0. Ойынның 33-ші минутында 27-ші нөмір арқалаған біздің жартылай қорғаушымыз есепті ашып отыр. Қараңыздар, ешкім жабылған жоқ ойын үшін. Жете алмады, жүгірді, жете алмады. Және бұл қақпашымен бетке-бет шығып өте оңай гол соғып отқан жайы бар. Бәркелді ойында есеп ашылды 1-0. Игуаин бірінші ай, пас жетпей қалды бұл жерде. Тағы пас жетпей қалды. Жылдам алып қою керек бізде. Аламай қалды тағы да. Бәркелді бұл жерде өте оңай допты алып қойды жерде. Пас. Игуаин өзі тайшы жету керек командан. Бәркелді жақсы финистеді. Зиданның финисі жақсы. Зиданның финистен емен Зидан сияқты гол аламады бұл жерде. Бәркелді. Игуаин қайттан. Бәркелді тамаша алдар енді. Ай, болмай қалды. Қараңыз, сәл қалды. Жерде бірінші тайм аяқталды. Меніңше бізге замена келе жоқ сияқты. Бұл жерден реклама. Қайтадан реклама. Бұл жалғастыру болады кен. Рекламасы. Бәркелді есеп 1-0. Әзірге біздің пайдамыздан. Игуаин бәркелді. Артқа. Оң қапталға, сол қапталға бірден берді. Қақпашы. Асық балдыға шығар бәрін. Пас бұл жерде Милконович. Бірінші Милконович етеді бұл допқа. Қателік кетті. Милконовичті енді жылдам қорғауымыз керек бәріне. Милконович. Бәркелді. Милконович өте допты атып қойды. Алдыға асыр жәнінде. Бірінші пасты. Бірінші қаяққа жеріп кетті сонда өз. Жылдам шабушымыз алып қойды допты. Соққын батырған еді. Бәркелді. Тамаша алып қойды. Пас өтпей қалды тағы. Игуаинға жүгірінді. Игуаинға жүгіру керек бұл жерде. Милконович бірінші Игуаинға капитанның өзі гол соға алам екен. Соққы гол емес, қақпашы өз орнына. Ойын 65-ші минутта біздерді есеп 1-0. Игуаин көтерді. Баспен соққы мима. Жетінші нөмір қалған біздің оң жақ жартылай қорғаушы ойыншымыз қақпадан қисық ұрып отыр баспен. Бірінші топ қайтадан ұтылып қалдық. Жылдам алып қою керек. Бәрі келді. Бүгін матчтың ең үздік ойыншысы әзірге. Алдыға асыр және Гонзало Игуаин пас бірге берер болады. Офсайд емес.
Жалғастыра беруге болады. Соққы гол емес, қақпашы қайтарды. Қақпашы осымен қанша соққылар қайтарады жаңадан бер. Бәрекелді, соққы қисық кетті қақпадан. Бұл жігіттің бірінші соққысы екен. Есеп әзірге 1-0. Алдыға асырған жоқ жерде паспен ойнады және санады. Аламай жатыр қазірге. Жылдам бәрекелді. Қамшық бойы оңай доп тастап қойды. Ленихан, Игуаин, үстінен асасылай қашын. Бәрекелді. Есеп 2-0. Өзіміздің Паненкамызды бұл жерде тағы да орындадық. Есеп 2-0. Ойынның 82-ші минутында. Міне, 82-ші минутында есепті біз 2-0-ге жетіп отырмыз. Yani бүгін матчтың жеңімпазы біз шығамыз енді анық. Өйткені 2 гол соғып қойдық бұл жерде, енді бізде әлі де осының уақыт бар жатыр. Қорғанымыз керек 5 минут бойы. Доп бізде қақпашыға бересілер, қақпашы допты біз яғын ұстап тұра берсін. Бұл жерде қауіпті үшет жеңілсек, онда біз ұшып кетуіміз мүмкін турнирден. Гонзало Игуаин бәрекелді. Стоккон қақпашын бетпе-бет. Соқып бәрекелді, қақпашы қайтара алды. Өте оң қайтарып жүрді. Екінші тайм негізгі уақытында ешқандай уақыт қоспапты бұл жерде. Бұл сонда соңға шабуыл болыпты. Игуаин ұтылды және Ленихан тағы да дубль істей аласың ба? Давай, дубль. Бәрекелді. Жақсы соққы бақтардық, бірақтан бұл жерде тағы да угловой. Игуаин көтерді, баспен соққы. Соқымай қалып бұл жерде тағы да. Есеп сонымен 2-0 біз жеңіске жетіп отырмыз. Бүгін матчтың ең үздік ойыншысы анық бұл Ленихан екенін көрініп тұр. Гол соқты, бірақтан ассист берген жоқ. Біз 11 соққы уақытты қарсыласа 1-1 соққы уақыттан Владение бізде, Попадание 8-0, Бұрыштама 2-0, дәл пасты беру 85-72, Сарығаз, Қызылға және офсайдтар бұл матчта мүлде болған жоқ. Бірінші матчымыз жеңілді және екінші матч Валенсия. Ақ форманың киік, ал бұлар лос форманың кисін. Нето қақпады, әлі обновление болмаған екен ғой. Енді обновлениесін Нето бияқты олмайды. Нето Барсада қазір, өздеріңіз білетін болсаңыздар. Шемпейде екінші матчымыз басталды. Игуаин бірден напада жету керек оған. Бар. Аламай атыр допты, қараңызшы тағы. Бәрекелі өтте қазір оп-оңай қойды. Бұл жерде Гризлакпа атырған деді, соған пасты берді. Жылдам Купер біздің орталық қорғашымыз алдыға берді. Бұл жерде Игуаин бәрекелі тамаша пас. Өтпей қалды. Тамаша пас. Стоккон соқып бәрекелді. Қақпашы өз орнында. Алдыға сырды бұл жерде Нето. Бұл жерде қорғаушыларымыз бастан табылды доп. Купе артқа. Енді шейін жақында тағы жақсын алдыға бәрекелді. Енді Игуаин, давай Игуаин. Бекер істедік. Мен ойладым доп тоқтатамайға бардым, доппен жүгіре бере ма деп. Шемпейден әлі уақыт бар гол ұрбауға. Бәрекелді, тағы пас. Гонзало, Братшау арғапталға. Милкович пас орда. Братшау, гол. 1-0 ойынның 25-ші минутында қорғаушылардың тасталған шығарып біз есепті ашу. Қараңыздар, қандай керемет жасалған шабуыл. Повтор қалып қою керек бұны. Сахран тетіп қойып. Қараңыздар, тамаша Стерлинге шабуыл пасты берді. Милкович келді, берді пас, енді Том Братшау. Өтте оп-оңай допты қадай салды үшін. Енді ойынның 26-ші минутта есеп 1-0. Валенсия жеңіліп атыр бізге. Жылдам допты алып қойымыз керек бұл жерде. Жылдам. Аламай қалды. Жылдам ортаға кіргізбей көріп, ортаға кірді енді. Бәрекелі өте тамаша доптар тағы алдыға лақтырды. Бұл жерде жүгіре беру керек. Даканса, давай. Нето тағы бірінші допқа жетті. Бәрекелі Милкович пас, Братшау енді дубль сетінші бәрекелі. Ойынның 35-ші минут аяқталуға таман есеп 2-0 ескізді. Біздің қақпашымыз әзірге демалу үстінде. 2-0 бұл матч өзі оңай деңгейде өтеді біз үшін оңай. Жылдам 2 гол соғып алдық, енді қазір екінші таймда да бір 5-ші қорғаушыны шығарып қойып ойын өсекті болады смело. Жылдам бәрекелі Милкович. Гризлакпа атырған делді жөнінен. Братшау есебінде 3-0 болып жерде. Гарант жайған 3-0. Пас, соққы гол. Молодец. Гонзало Игуаин командасын тағы соққан голдан тағы біреу артырып отыр. Есеп 3-0. Ойынның 45-ші минутына таман
Негізі уақытына 2 минут қана уақыт қосты. Бәрекелді, тамаша допты артқа берді. Қақпашы асықпайды. Алдыға асыр, бәрекелді. Игуаин енді Игуаин үстінен асырамайды. Соққы. Соққы тады. Бәрекелді, есеп 4-0. Том Братчевке дубльден істеп отыр. Есеп 4-0. Ойын негізі уақытында 2 минут қосылып жатыр. Сол 2 минутты өте шыққанша қазір. Орта времен уақытты бітті. Бірінші тайм бітті. Алмастырып жерде керек, енді бірақтан қазір қайттан реклама. Реклама болмай ма екен? Жерде ойыншылар алмасуы керек сияқты. Бірақтан шабуылшы да жоқ. Екеу тұра алмады, сол үшін біз Гиюс өйтеміз, соны шығарайық. Мына Кай Хамиш па атаған дөз. Рейтинг аз 56-ға екен. Сол үшін ауысып отырмын, айтпесе. Жебесін темір шаршап қалған. Братчев, Милтонович. Өзлаққа асықпайды. Финт алдыямай қалды. Бұлдан қорғауыны керек. Бәрекелді. Семпиден сары қағаз алған жоқ ең бастысын. Жылдан. Енді допта қой керек. Аламайған ес. Маңдес. Өте оңай допты қақпашы қолын алды. Бәрін алдыға асырып жатыр. Жіберді алдыға бәрін. Және допты да алдыға жүрді. Игуаин бәрекелді, тамаша пас. Том Братчев. Офсайд бұл жерде. Денис Чершевтің орнына басқа ойыншы алған қашты. Чершев, Ресей футбол клубының мақтанышы. Бәрекелді, Милтонович. Пас Томға айттым, Том финт көрсеткен, бәрекелді финт тағы, молодец, өте оңай финтті көрсетіп, өте оңай алды. 2 рет алды, 3 рет алды. 4 рет алды, 4-ші алды емей қалды. Бәрекелді, Том Братчев. Жерде жылдам ойын болырық, жылдам бара беру артынан бәрекелді. Біздің қорғаушы өте сауатты ойнай білді. Жерде аут. Ойынның 71-ші минутында. Пас бұл жерде енді бәрекелді. Гонзало, Игуаин, Гонзало, Игуаин. Нетодан кейін жетті допқа. Бірінші доп қайттан жүр. Ұтылып қалды, қауіпті енді жетіп алды бәрекелді. Купер өте оңай допты алып қойалды. Алды ғасырды. Гонзало паспен. Енді жерде бірге қашып кетті біздің шабуылшымыз. Соққы Мима есеп 4-0. Жаңа шақ ойыншысын қайттан ауысып тастады. Қызық болды екен бұл тек. Алдыға паспен бәрекелді. Гонзало, Игуаин. Офсайд. Алдығасы қайттан тепті алдыға. Паспен. Үлгерек үлді. Баспен соққы болған жоқ. Милтонович алдыға. Болмай қалды. Тағы болмай қалды. Жылдан допталып қою керек. Бұл жерде қорғаушыларымызды, жартылай қорғаушыларымыз әзірге ештеңе істеп жатқан жоқ өзі. Қорғаушылар үшін демалып отырады Вартаға екеуі. Ойын негізі уақытында 5 минут қана асты, 5 минутты өзі өте шықты. Сонымен біз жеңіске жеттік 4-0. Бүгін матчтың ойыншысы кім болады екен енді? Қызығы сол болып тұр. Екеуі де 2 голдан соқты. Бұл жерде Том Братчев екен. 4-0. Ең алдымен 25-35-те, ал Игуаин 45-45-те. Екеуінде 1 минутта соққан ба сонда? 2 матч жеңдік сонымен. Біздің келесі Монпелье. Алаңдық үшін ойыншыларға ауыстырайық. Бұл жерден Рафейна, Альберт Рафейнан және де Доже Калета қарсы шығарайық. Және де Морган Гесуитті соны шығарайық. Және қақпа шығарды мүмкіндік берейік. Ал мынау ойыншымыз әлі жарақатта. Сонымен бұл жерде Шакирден жоқ, Шакир емес екен. Бұл жерден жөні танымал ойыншылар жоқ екен бұл жерде.
3-ші матч. Жалпы максимум 8 матч болатын сияқты, өйткені 8 матч болып тұр. Ең көп сумманы 8 матч алыпты. 8 матч жеңсеңіз жүлдеңдер тұрды. Соққа Брэдшоу есепті ашты. Мен ойын барған 4-ші минутында ғана Том Брэдшоу есепті ашып отыр. Бәрекелді. Монпелье өзі не істерін білмей қалды ойын соңына қарағанда. Бастары ортадан доптап қойды, және де қақпаға гол кірді. Бәрекелді. Пас Игуайнға. Енді есепте селінше Игуайнға. Келді өзіміздің Паненка. Бәрекелді. Паненка есепті 2-2 ойынның 11-ші минутында. Солай өз қуанып жатқан өткен. Монпельені жеңетін біледі ау деймін. Қиын командалар жеңіп жатқанда осыны жеңе алмаймыз ба деген сияқты. Өтпей қалып қайтып пасы. Жылдан артқа қайту керек, бәрекелді. Бұл Юсуит өте жақсы ойнады. Бақын пас өтті. Бәрекелді өте танылды. Калетакар. Қақпашы Естуд бағатыны алдыға шығардым. Бәрекелді. Бұл жерде қайттан Монпелье ойыншылары топқа бірнеше жетіп отыр. Бәрекелді өте тамаша топталды. Пасы тамаша болды. Игуайнның 3-0. Паненка дальныйны. Бәрекелді. Дальныйны жеткен сияқты бақтан ближний тепті олды Игуайн. Шемпейді дубль ең бастысы соқтық. Дубль есеп 3-0. Ойынның 26-ші минутында. Сол қаптан шабуға шықты бұл команда қайтты аяқ қоп топтан. Біздің команда жақсы қорғанып, жақсы шабуға шығып отыр. Әлде Монпельеде жақсы ойыншылар жоқ болғаннан кейін. Жылдан. Бәрекелді. Бірақ ойын тәртібі бұзылды. Калетакар 10-ші нөмірге келіп тұр. Пас берді. Рафаэна соңына шын жүгіреді. Бәрекелді соңына шын бару керек. Бәрекелді. Спокойно алға шыға берсек болады. Енді пас. Игуайн бәрекелді. Игуайн енді финт көрсетчеш. Бәрекелді Тазидан финт көрсетті. Екінші мәрте көрсет алған жоқ. Ойыннан 41-ші минуты. Игуайн қайттан өз көтерді. Милконыч жеткен жоқ. Юсуит допты алған жоқ. Жерде аут болмайды соңға. Соңына үшін бәрі беріміз керек. Соңына үшін. Жерде тағы ойын тәртіп бұзылды. Сол қапталдан тағы да бір штраф істеп отыр. Милконыч басып жерде бір саймасымен бітті. Қазір қайттан реклама болады енді. Жоқ, реклама болмады. Бірінші және біз қайға пас берді ме? Дама бір бәле ғой. Бәрекелді тамаша допты алдық. Пастағы жеткен жоқ бұл жерде. Соңына шын бару керек. Молодец, Игуайн өзі хет-трик істейтін шығар. Өзің хет-трик істеш, бірақтан бұл жол қақпашы бұндай голлары жермейтінін көрсетті. Милконыч тағы да толып отыр. Бұл жерде қорғаушылар жылдам. Ойын тәртібі бұзылған жоқ қой бұл жерде. Таза ойнады ғой. Және сары қағаз беріп отыр үшін. Қандай керемет правила оларды. Қайттан бірінші топқа бәрекелді Калетакар. Игуайнға пас жетпей қалды. Жерде жылдам паткатпен аламай arkadaş. Pas. Калетакар Рафаэна. Pas. Сол қапталда қорғаушылар Кризлак батырғанды. Брэдшоу есепті 3-0 берді. 3-0-ден 4-тен жеткіземеді жеткізбей қалды. Алды қайттан асырды. Бұл жерде ұтылды, бұл жерде сол қапталда біздің қорғаушымыз. Жылдам. Тағы ойын тәртіп бұзылды. 70-ші минутта қызыл қағаз қалай? Мануэль Милконыч қақтан қызыл қағаз беріп жүр. Қатты ойын жоқ қой, допқа қойды ғой ең алдымен. Бұл жерде төреші өзінің жақтаушыларын қайттан сыйластырды. Паспен кетті. Енді таза. Алдыға асырды, бәрекелді. Енді бірінші Милконыч жетеді. Милконыч деппін ғой. Стоккан жетеді, Стоккан фин көрсетсе ұштады. Бәрекелді, енді ортаға кірген сәттен қорғаушы қайттан бұны аяғымен қоса ұшыл болды. Брэдшоу тағы пас жетпей қалды. Бәрекелді, Ренехан бәрекелді тамаша пас тағы да жетпей қалды. Бірінші матчта гол соғын, үшінші матчта тышып отыр ойыншылар. Тамаша допты алды пас. Брэдшоу
Pas. Iguain жетпей қалды. Бәркелді алдыға. Есту. Тағы алдыға асырды бәркелді. Тағы да пас жетпей қалды. Тамаша. Iguain тағы да болмай қалды. Bizden sonra şimdi bağlantıya şart oluyor. Geldi belki patkatta tahtamaş oynayı bildi. Sonra şimdi belki tағы da қызыл gaz vermemin mi tағы sırası? Kanca sarı gaz olsa olmuyoruz. Tüptü buradan şimdi қызыл gaz yani Porsen Clement alınға çıktı. Porsen Clement deseniz olsa bizi aldığında oynayan болатын бұл bizim командасын. Енді penalty. Қалып топқа қойып отыр ғой аяғын. Қызыл қағаз емес тағы сары қағаз. Бәрі сары қағаз. Шемпионды бір турнирге бір гол жіберсек болады. Естут. Олай тащит. Соқып гол емес. Апсайд. Оп-оңай келеттікті екінші таймда. Судья жақтасы қана 3 сары қағаз аппыз. Бір қызыл қағаз алдық, нарушение 6-0 дейді. Ё-майо. Аппен қателік кетті қағаныш, апсайд 0-0 дейді. Жаңа апсайд болды ғой енді. Жерде тағы бір қателік кетті. Шемпионды. Қателік бізде ешқана уайымдатпайды бұяқтағы. Бізде 3 матч 3 жеңіс. Тоттенхэм ал енді қиынына келдік. Сонымен бүгін осы видео соңғы матч болды. Милкович алаңнан шығады бұл жерде. Оның орнына мынаны қойық. Кал Хамишті. Деді өздерін қайттан шығара берейік. Клубберді мынаны шығармай қойымыз ой деймін. Сары қағаз бір қауіпті екен. Қақпашы өзін қайттан алаңға барақта жеңді. Сөйтіп 4-ші матчқа да шайғы өзіміздің. 4-ші матчта бұл жерде қақпада Уго Льорис, қорғақшылар Дени Рос, Вертонген, Альваред, Трипл, Деле Алли, Ваньяма, Кристиан Эриксон, Эрик Тайре, Харри Кейн және де Лукас. Біз осымен бәріміз домашний формамыз ойнай берейік бұл жерде. Сағат 3-те ойнамастыр екен бұяқта өздерінің уақыттарымен. 3-те ауа райы 19 градус. Өте жақсы ауа райы екен. Біз әйтеуір 4-4-3 сыймақ соңында шығатын боламыз бұл жерде. Жылдан нападение істеу керек болар, жылдан нападать ету керек. Солар паспен ойнайды екен. Қауіпті болар. Жылдан нападать етсек, сол күйі тез допты ала аламыз. Бәркелді. Сен иншалла ортаға пас. Бәркелді гипс. Оң қапталға. Спокойно кіре берсе болады. Пас. Тағы да болмай қалды. Бәркелді артқа пас. Калетекар. Артқа берді. Қақпашы. Оң қаптал тағы да. Тағы өзі келе беруге болады. Пас. Тағы оң қапталға. Бәркелді өжер жақсы допты сау жүрміз өзіміз әзірге. Пас ортаға қайттан. Бәркелді. Ар қапталға. Қайттан Бәркелді. Өте жақсы ойнап отырмыз әзірге. Бірақтан біздің осындай ойыншыларымыз ойынның бәрін бітшін шығады. Шемпион мүмкіндік бар. Гонзало үстінен ашын. Бірақтан бұндай істеріміз Уго Льориске өтпейді ау деймін. Шемпион біз бұрышталмадан гол соғымызға мүмкіндік бар. Ай, не істеп кеттім екен? Бәрін мешать етті маған пас бергісі келе сияқты. Мен артқа пас берген оған. Енді бірге бір соққы гол емес Уго Льорис. Рәтшел пас берген жоқ. Калетекар үлгердік. Және де бізді ортада топ тартап қойдың да бұл жерде Лукас болу керек. Лукас Кристианнан біздің Грезла өте тамаша топ тартап қойды. Игуаин үстінен асып берге болады. Жері болмай қалды. Мен тамаша топ алдық. Пас. Гонзало мимо. Ойынның 33-ші минуты мимо тепті енді. Бірінші соққы болды ойын. Гонзало Игуаин. Жоқ, екінші соққысы. Жағына Паненка сен екен ғой. Жылдан Бәркелді алдыға. Гонзало. Бәркелді. Гонзало Игуаин. Бәтшеу офсайдта ойынның 40-ші минуты. Біз тайм аяқталып қалға жақын және біз әлі гол соққан жоқпыз. Біз ұзақ жезіміз-ақ қоймайды, неше ойынсақты болған үшін түсінбей жатырмын әзірге. Бұл жерде ойын тәртіп бұзылды. Харри Кейн. Гол соғудан ашақ тұру. Тамаша пас. Бәркелді. Күйретілі бұл жерде айылаға секірді. Бәркелді. Бұл жерде ойын тәртіп тағы бұзық. Енді читески нәрселер басталды енді тағыдан. Соққы. Бәркелді алдыға.
Бәрекелді. Енді бұл жерде бірге өзі қашып кетсе болады. Жылдам. Бәрекелді. Тамаша доп тарап қойды. Ортаға кіру керек. Ортаға пас. Кимс. Өтпей қалды. Қақпасы өтпей жатыр. Бәрекелді. Реклама болған шығар енді бұл жерде. World Mix Box. Шықсайшы енді. Бәрекелді. Наконец-то шықты точно. Бұл жерде жартылай қорғаушыларымыз шаршаған енді. Амал жоқ, қорғаушылармен ауыстырамыз енді. Шара берейік енді алаңға. Қорғаушылар шығарып, жартылай қорғаушылармен бәрі сақтаған. Ал бізге жаңадан күш керек. Пас. Брэдшоу. Гонзало Игуаин. Болмаған. Бәрекелді десе 1-0. Бұл жерде біздің тағы да Лежуен ма атаған еді соң. Атын түсінмей өтіп қалды. Әзір комментар жазып көрсеңіздер сұраймын, аттар қалай қалатындарын. Есе 1-0 бұл жерде. Тамаша голды соқтық. Добиваниядан қадап кеттік бұл жерде. Şimdi maç жалғасады. Ойынның 52-ші минуты. Жылдам допты алып қою керек бұл жерде. Жылдам подкат қалып өтіп сылып шығып кетті енді. Бәрекелді. Соңғы сәтте Купер құтқарып қалды командасын. Әлсінде бірге-бір кетіп қалатын еді ойыншылар. Соком пас өтпей қалды. Жылдам. Соком бәрекелді. Артқа пас. Қақпашы допты ұстасын өз. Артқа пас, алдыға пас. Купе алдыға алдыр. Брэдшоу. Хамич. Брэдшоу. Алда өрік, алды. Тағы беріп қойдық бұл жерде допты. Только абрез болып отыр біздің ойыншыларды. Бұл жерде әлі допты алмай жүр. Ойын тәртіп тағы бұзылды. Бұл жерден таза ойын тәртіп бұзылды. Ойынның 71-ші минуты. Біз әзірге гол жеп жатқан жоқпыз бұл турнирде. Бұятым қақпамызға пенальти болса да ол Пеликайдың атиды. Бәрекелді алдыға пырым. Бәрекелді енді бұл жерде қашып кетті соңғы арада. Енді жет. Аут. Пас Игуаин. Соқынға соқып гол емес. 79-ші минуты ойынның. Давай енді тағы да бір пата шебер ұстап. Брэдшоу артқа соққы гол емес. Давай тағы да. Өтіп кетті. Рафейна тағы допты алмады. Бәрекелді пас. Игуаин соқып. Бәрекелді Брэдшоу офсайд. Соның өзінде гол болған жоқ. Енді жақсы соққы болды. Енді 85-ші минутта әзірге. Бәрі ойыншылар жақында пас береді осыған. Пас. Бәрекелді тамаша тартып болған сияқты. Тартып алған жоқ екенбіз. Ойынның 88-ші минуты. Алды ғасыр қайттан. Спокойно баспен. Сағыд өтіп кетті. Соңғы 2 минут қалды жерде. Жылдам доп фаличите салу керек. Болмады. Соққа қақпашы қайтарады бұл жерде. Тамаша сейстеді бұл жерде. Алдыға. Бітті матч. Өте қиын матч болды ғой. Бәрекелді бұл матчтың ең үздік ойыншысы анық Лежу есі. Лежун салақ, Лежун. Бұл жерде 9-2 соққы бойынша Тоттенхэм бізге әбден қиыншылық туғызды. 4-1 тұз соққылар, офсайд 2-0, бұрыштама 2-0 болды. Дәл пас берді 75-76. Ойын тәртібін 3 рет бұзып біз сарғазды жоқ, офсайдтар 2. Бәрекелді біз әзірге жеңілмен келе жатырмыз. Сонымен 4-ші матч Атлетико Мадридке қарсы. Егер сіздер осы видеоны көргілеріңіз келсе, бүгін 5 лайк жинайтын болсаңыздар, бүгін мейлі 5 лайк жинаңыздар. Мен сөзді бірден шығаратын боламын. Сіздермен болған досым жан. Келескенше аман сау болыңыздар. Бүгін кешке видео шығады. Сіздер лайк басыңыздар. Бәрекелді. Сонымен бұл видео аяқталды. Келескенше аман сау болыңыздар.